Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге жаз мезгілінде шөліңізді басатын салқын көженің рецебін ұсынамын. Бірінші кезекте осылай ыдысымызға бидай жүгерімізді салып, 2-3 қайтара тазалап жуып аламыз. Содан соң астын қатты қойып, газге қоямыз. Осылай қайнайын деп жатқан кезде көбіктерін алып тастаймыз. Осылай астын қатты қойып, бір қайнатып аламыз. Міне уже қайнады. Содан соң астын жай қойып, 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Содан соң бидай жүгеріміз уже пісіп шықты. Міне жарылып барлығы. Содан соң суытып аламыз. Суытып алып, дәміне қарай тұз, айран, сүзбе қоссаңыздар да болады. Осылай айранды суден өткізіп қоссаңыздар, арасында айрандарыңыз іртік-іртік болып жүрмейді. Сондықтан осылай қоссаңыздар болады. Егерде көжелеріңіздің қою болғанын қаласаңыздар, айранын көбірек қоссаңыздар болады. Тұзы аздау болып қалып, соғысында кішкене тұз қостым. Осымен көжеміз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Райхан қоссаңыздар да болады. Біздің үйде кішкентайлар райханды ұнатпағандықтан мен райхан қоспадым. Райхан қосып ішсеңіздер вообще күшті болады. Сондықтан райхан қосып ішіп көріңіздер. Сіздер жасап көріңіздер, ас болсын.